Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай витаминге толы свекольный салат жасайтын боламыз. Мен бұл салатты арнайы термомикстің көмегімен жасаймын. Сіздерде термомикс болмаса, жай блендердің көмегімен езіп алсаңыздар болады. Бізге қажетті 2 қызылша және 1 морковь, одан кейін 1 жуа қажет болады. Жемістеріміздің сыртын алдын ала осылай ашып аламыз. Одан кейін жайлап ортасынан бөліп мен осылай турап аламын. Достар, бұл салат деген өте дәмді, дәруменге бай, әсіресе анемиямен ауыратын жандарға өте пайдалы. Достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Жуамызды да осылай ортасынан бөліп және 4-ке бөлеміз. Бізге бар болғаны жуаның 10 грамы қажет болады. Енді термомиксімізге қызылшамызбен сәбізімізді саламыз. Одан кейін үстіне лимон шырынын қосатын боламыз. Бізге 10-15 грамдай қажет болады. Одан кейін азғантай тұзымызды қосамыз. Сіздерде әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен қара бұрыш қостым. Одан кейін 2 ас қасық бізге оливковый масло қажет болады. Осының барлығын салғаннан кейін мен термомиксте 7 секундта 5-тік скоростьқа қойып, уатып, араластырып аламын. Сіздерде блендер болатын болса, барлығын бір араластырып, әбден езілгенше қарап тұрасыздар. Міне біздің бүгінгі салатымыз дайын болды. Енді осыны әдемілеп ыдысымызға саламыз. Мен ыдысыма шпинат шөптерін пайдаландым. Үстіне қазір термомикстегі жаңа дайындаған салатымды салып, қонақтарыма ұсынамын. Дәмі тіл үйіретін өте жеңіл салаттардың бірі. Біздің бүгінгі дайындаған салатымыз дайын болды. Енді жайлап ыдысыма орналастырайын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көп-көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болғанмен Айдана. Сау болыңыздар.